Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Біздерде жаңа подкаст пайғамбарлардың қиссасы. Бүгін бізде қонақта Нұрсұлтан Еркінбайұлы, Сатпаев қаласының ұстазы, және де Нұрлайхан Ерланұлы. Қош келдіңіздер. Аллах тағала берекелі қылсын сұхбатымызды. Бүгінгі айтатын пайғамбарымыз Адам алейхиссалам. Жалпы оған кірместен бұрын қисса дегеніміз не, қиссаның қандай біздерге пайдасы бар, соны талқылап кетсек. Бисмилlah, алхамдулилlah, уассалату вассаламу аля сайидина Мұхаммадин ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Жалпы енді бұл қисса деген нәрсе, оның ішінде мына бізде Құранда келетін пайғамбарлардың қиссасы, бұл нәрсе біздерге өмірімізге өте қатты пайдасын беретін қиссалар. Өйткені бұл деген тарих, пайғамбарлардың өмірі бұл тарих. Ал тарих біздерге жалпы не үшін керек деген кезде адамдарға сабақ алу үшін керек көбінесе. Сол өткен қателіктерді қайталамау үшін және ғибрат үшін. Енді бұл пайғамбарлардың өмірі тек бір пайғамбардың жаңағы несі емес, оның ішіндегі кейбір жаңағы Аллах тағаланың қойып берген пайғамбарға сынақ ретінде жіберілген адамдар, соның өзі басқа адамдарға уағыз ретінде де келеді. Ғибрат. Иә, ғибрат ретінде де. Аллах тағала бұл қиссаларды Құран-ы Кәрімде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ең керемет қисса деп айтады. Нахну нақуссу алейка ахсанул қисаса деп келеді, қасаса деп. Біз саған ең жақсы қиссаларды айтып береміз деп пайғамбар саллаллаху алейхи айтады. Бұл не үшін деген кезде басқа аяттарда бұл қиссалардан жаңағы қасында сахабалар бар, одан кейін бізге, одан кейін келетін үмбетіне сол нәрседен ғибрат алу үшін, олар соған ой жүгірту үшін деп те келеді. Сонда бұл қиссалардан алатын нәрсе әрине өзіміздің өмірімізге алатын ең үлкен пайдалары, өзімізге біріншіден уағыз, одан кейін солардың қателігін қайталап қоймау. Өйткені әр пайғамбардың өмірінде бір адамның болмысына қатысты бір нәрсе болады, және содан өзіне сабақ алады. Жаңағы біреудің әйелі жаман болса, жаңағы Нұх алейхиссаламның әйелі бар деген сияқты, Лут алейхиссаламның әйелі бар, содан да қарап ғибрат алады. Немесе одан бөлек баласы нашар болса, жаңағы Нұх алейхиссаламның баласы да иман келтірмей кеткен мысалға. Немесе бай адам болатын болса, жаңағы Мұса алейхиссалам кезінде Харун мысалы бай болған. Мен өзімнің күшіммен неге жеткенмін, бүткіл байлыққа деген сияқты. Сондай сияқты адамдар бұл жерде біздерге үлкен несін береді, сабағын береді. Өмірлік өнеге береді. Жалпы айтқанда. Жалпы сол осы Құранда келетін қиссалар біздерге үлкен сабақ, біріншіден тарих, екіншіден үлкен сабақ өмірге. Қосатыныңыз бар ма? Айтты ғой. Жақсы, онда әрі қарай кеттік. Жалпы адамның басталуы Адам алейхиссаламнан басталады. Енді қоғамда жүрген тағы бір сұрақ бар. Адам маймылдан жаратылды. Осының айырмашылығын айтып жүрсек, талқылап. Енді мен қысқа айтып көрейін, иншалла. Сосын толықтырып бересіз ба, Алла қаласа. Иншалла. Енді бұл жердегі бірінші нәрсе қай жақтан келді деген мағлұматқа қаралады ғой. Әлбетте ешқайсы негізсіз сөзге қаралмау керек та. Ең бірінші мысалы маймылдан болды деген нәрсеге де тоқтайық. Одан бірінші хабар бар ма? Мысалы келе жатқан. Оны бізде мысалы риуаят деп айтады. Адам ол жоқ та, ол бәрібір адам атадан бері келе жатқан, бізде тарих жоқ қой мысалы. Екіншіден зерттеу. Ол зерттеу дейтінде ондай да жоқ. Жалпы бір теория бірдеңе деп жай орта 50%-ға да келмейтін хауа да, жай ғана ойлар, болжам. Ол болжам дейтінде ешқандай бір негізге де сүйенбеген да. Өтірік деп тіпті шығып жатыр да, өтірік бір маймылдар табы. Ол тіпті маймыл болса да адам болғанына дәлел де жоқ та. Эволюция дейтін болса, неге бұрыннан қалған балдырлар әлі сақталып тұр деген, неге олар дамып кеткен жоқ деген. Енді сұрақ өте көп, яғни тесік жерлері көп. Ол да зерттеу тұрғысынан да жоқ та былай. Зерттеу жоқ, сосын тарих жағынан жоқ, және үшіншісі уахи мәселесі де жоқ та. Яғни тікелей Алладан берілгенде хабар жоқ та. Сендер бастауларың маймылдан деген сөз жоқ та мысалы. Енді неге адам ата десе, онда бізде уахи бар да. Яғни уахи деген, уахи неге негізге алынады десе, онда мұғжиза бар. Мұғжиза деген не? Егер әдеттен тыс болған нәрсе, шынайы Аллах тағаланың бар екен, мына пайғамбарға дәлелдейтін нәрсе бекітілсе, болып қалған сөздердің бәріне сену керек. Ол не? Бізде Құран. Құран бүкіл адамзатқа, былай айтқан кезде орыс тілінде вызов тасталып, егер шаман жетсе, адам жасалды дейді, алып кел дейді. Адамдар тіпті құрайыштардың өздері шешендік дәрежеде мықты болғандар мойындады. Жасайын, бірден қылышқа көшілерінің өзі үлкен дәлел, ақылмен шеше алмағансың. Содан не істеді? Мұғжиза екені бекітілді. Ал мұғжиза ол кітапта не деп хабар беріп тұр? Сендердің бастаудан адамдан деп. Жалпы мынау
қасиетті қанша кітап келсе де мысалы басқа дін өкілдеріне де мысалы ол жерде де айтылған ғой мысалы адамның бастауы осы Адам алейхиссалам барады, иә. адамнан басталады. Енді адам алейхиссалам дейді, олар адам дейді ғой. Иә. Ал енді ешқандай қасиетті кітапта немесе басқа дін өкілдерінің кітаптарында келмеген ғой жалпы маймыл деп мысалы қарап отырсақ. Бұл енді жалпы негізсіз бір болжам ғой, иә. Жақсы. Онда адам пайғамбарымыздың алейхиссаламның жаратылуы қалай болған? Алла оны топырақтан жаратты дейді. Мысалы, әлде басқа нәрседен, саздан жаратылды ма? Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде бұл нәрсені адам алейхиссалам жалпы пайғамбарларды бір-бірінен артық қылып жаратқаны бар, және толық баяндағаны бар. Қысқа түрде айтып кеткен пайғамбарлар да бар. Және әкесі жаратылған, және әкесі де шешесі де жаратылған пайғамбар жайлы айтылады да Аллах Тағала Құран-ы Кәрімде. Яғни ол адам алейхиссалам. Енді бұл жерде бір нәрсе бар, ойландыратын. Қазіргі кезде насранилер деп айтайық, солар айтады, әкесі жаратылған сондай мұғжиза. Мысалы Иса алейхиссаламды. Ол сол Құдайдың баласы деп кетті да, Құдайдың баласы. Сендер одан да әкесі де анасы да жаратылған, адамға қарамайсыңдар ма сонда дейді. Әкесі де анасы жаратылған. Бұл нәрсе яғни адам алейхиссаламның өзі жаратылуының өзі бір нәрседен туылудан емес, керісінше ол жаңағыдай Аллах Тағаланың өзінің қалауымен жаратқандығында да. Ол жайлы енді құдіреттің шексіздігі ғой. Аятта да келтіреді оны иншалла. Бұл жерде Аллах Тағала енді бүкіл періштеден немесе аспан періштесі ме, жер періштесі ме белгісіз, бірақ айтса керек, барлық періштені жинаса керек. Өйткені жасаған кезде бәрін сәжде қылыңдар деп Аллах Тағала оларға бұйрық береді. Немесе енді бір періштеге айтады, кейін Жибрил алейхиссалам қалған бұйрығын Алла біледі. Яғни өйткені сәжде қылған кезде бүкіл періште қылды деген аят бар. Фасаджадал малаикату куллухум ажмаун деп келеді. Бүкіл періште толыққанды сәжде жасады деген аят бар. Ал енді басына жинаған кезде ол Алла біледі. Жалпы періштелер жинайды. Оған Аллах Тағала сол кезде аят айтады. Ва из қала раббука лил малаикати инни жаилун фил арди халифа. Мен Аллах Тағала періштелерге айтқан кезде дейді, мен жерде халифа жасаймын деп. Енді осы жерде халифа деген сөз түсіндірушіңіз, қазір кейбіреулер мысалы халифатпен шатастырады. Соны енді бір ашықтап жесек, халифа деген сөзді. Халифа енді бұл жақта ғалымдар арасында да екі түрлі көзқарас бар. 11-шісі енді мәшһүрі, танымалы үкім шығарушы, жалпы жерде әділдікті орнатушы, әр нәрсені өз хақысын беруші, оған да аят бар. Дәлел болатын: Я Дауду инна жаалнака халифатан фил арди фахкум байнан наси бил хаққи ва ла таттаби'ил хава фаюдиллика ан сабилиллах. Яғни ей Дауд, біз сені жерде халифа қылдық, жерде ақиқатпен үкім шығар деп айтады. Енді үкім шығар деп, ақиқатпен үкім шығар деген алдына не тұр? Сені халифа қылдық деп тұр да, жерде халифасын, енді әділдікпен үкім шығар деп жатыр да. Осыған қарап, бұл халифа деген не деп жатыр? Үкім шығарушы, осы жерді басқарушы, жердегі әділдікті орнатушы деген мағынада айтады. Енді екіншісі халифа деген тілдік мағынаға кетеді. Халифтен артынан қалдырушы, яғни артынан ұрпақ жалғастырып, жерде нәсіл таратушы деген мағынада айтып. Енді ол алыста болуы мүмкін, өйткені бүкіл жаратылыс сондай ғой, былай қарап мынандай бір сұрақ келеді да, сонда осы аятқа қарап, демек жер бетінде бір халифаны жаратам деген кезде адам алейхиссалам жаратылмай тұрып жер жаратылған ғой, значит, болған ба? Адам ата соңынан болып. Адам алейхиссалам негізі соңында жұма күнінде жаратылған. Енді мынау халифа деген нәрсенің өзінде, бұл халифа деген жалпы кез келген ер адам халифа ғой негізі, үйінде басшы. Басшы. Яғни өзінің үйінде үкім жүргізеді. Баланың тәрбиесінде баланың тәрбиесінде болсын, әйелінің жаңағы діні, оның ризығы болсын. Құран-ы Кәрімде де әйел адамның толық міндеті жаңағыдай киімі болсын, тамағы болсын, бәрі ер адамға жүктеледі. Онымен қоса тек ішіп жеу емес бұл жерде. Барлық нәрсесі осы ер адамға жүктеледі. Яғни ер адам үйінде халифа. Яғни халифадан кейін не болды? Бағана жаратады. Сол кезде Аллах Тағала не деді? Мен халифа жаратамын деді. Өз періштелер бұл жалпы білетші бұны ше. Білген жағы келесі аяттың жалғасында, аяттың жалғасындағы сөз мына нәрсені білдіреді. Яғни қазір аяттың жалғасында дейді: Қалу атажалу фиха ман юфсиду фиха. Сен жерде бұзғыншылық жасайтын, ва исфику дима, қан төгетіндер жасайсың ба? Ва нахну нусаббихука, ал біз болсақ саған тәсбих айтамыз. Бихамдик, бихамди субханаллахи бихамдихи деп мысалы. Ва нуқаддису лак, біз сені пәктейміз деген айтады.
енді сол жақта қарасаңыз бірден осы темаға көшіп кетеді, бірден осы сөзге көшіп кетеді. Бұл жерден базы бір періштелердің бұл жаратылыстың қандай болатынын білгендігі жайлы хабарлары бар екенін біліп тұр да. Яғни бұл жаратылыс қандай болатынын біліп тұр, бұзылушылық жасайтын және қан төгетін. Жалпы енді лаухул махфуздан немесе Аллах тағала хабар берді деп, немесе олар жалпы жерге қарап білді деген мағынадан бір шығарады да. Жерге қарап, халқысына қарап деп. Оның алдыңғы жаратылған жындарға байланысты да нәрсесі бар. Мысалы жындардың өзі олардан 2000 жыл бұрын жаратылып, жердің бетінде бұзғындықшылық жасап, солардың ізін бұлар қайталамай ма деген нәрсе менде сұрап тұр ғой бұл жерде. Тәжірибеге қарап қой. Ғибратпен жаңа немен деген сияқты. Соның біреуі деп айтылады. Енді бұл жерде жаңа айтқан тағы бір артқа бір қайтатын болсақ, жаңа халифаға байланысты бұл енді айта беріңіз ғой. бұл жерде енді жаңа исламда көбісі айтады ғой андай тек қана ақыретті ойлайды. Жаңағындай бұл жерде халифа деген нәрсе тек қана жаңағы не емес, діни үкімдер емес. Адамның жалпы тұрып жатқан жерінің өзін, қоғамның өзін дұрыс сақтауы, адамдардың арасында тыныштық, бірлік, одан кейін жаңағы тазалықтың өзін сақтауының өзі бұл негізі берілген міндеттер ғой, негізі адамға берілгенді. Ал көбісі жаңағыдай жоқ, бұл ислам деген жаңағы тек ақыретті айтады, тозақты айтады, басқа нәрсенің бәрін ұмыт деген сияқты нәрсе келтіреді. Бірақ ондай емес. Енді бізде анандай бір керемет сөз бар. Бүгін дүниеден өтетін сияқты құлшылық жасау керек. Ал мәңгілік өмір сүретін сияқты дүние табу керек деген сияқты дініміз. Өйткені адам қашан дүниеден өтеді шынымен білмейді да. Сол үшін құлшылықта ықыласты болу керек. Ал діннің шақыратыны осы ғой. Ал мәңгілік өмір сүретінде ақша табатын болса, ол ертеңде таба аламын. Басқа мына құлшылықтан мен тосып қалмау керек деген нәрсеге алып келеді екен негізгі бұл нәрсе. Енді жалпы мына жерде жаңағы аяттың несінен түсінсек, періштелер де демек сұрақ қоя ма, періштелер де қызығады деген нәрсе шығып отыр ғой. Иә, сондай болып тұр. Кітап бар ғой сондай, Джеффри Лэнгдон. Тіпті періштелер де сұрақ қояды екен ғой деген. Енді бұл жақта мынандай да нәрсе бар ше, періштелер қарсы болды ма деген сияқты. Яғни жауапта қарсы болған емес, сол бағана жауап қой. Қызығып Алланың хикметі неде деп сұрау. Яғни сол жақта еді, бұл жақта шынында жауап беретін болсақ, Алланың хикметі олар білмей тұрған нәрсені сұрап тұр ғой енді. Өйткені адамның жаратылысы мен періштенің жаратылысы екі түрлі да. Адам базы бір қараңғылықтардың арасында жүрген бір нұрдай болады да. Ал періштелердің ішінде ол барлығы барлық табиғаттарынан құлшылық жасайды. Ешқандай шахуат деген нәрсе жоқ. Нәпсіге берілмейді. Жандарында мысалы кәпір жаулар жоқ. Оларды үнемі тосқауыл қойып, оларға кедергі келтіріп отыратын, мысалы құлшылықтарына кедергі алатын неше түрлі көп қой қазір. Қанша мемлекеттерде естиміз, Алла сақтасын, намаздарын оқысызбайды, мысалы көптеген шектеулер қояды. Сондай нәрселер мысалы періштелер жоқ да, ол тіпті қинаса да оларға мысалы ондай нәрселер ауырда тимейді. Адам баласында біріншіден тыйса жасамай қоюы да мүмкін. Керек болса тастап кетеді. Сонымен қоса көпшілігі бұзғыншыл, көпшілігі шүкір етпейді, көпшілігі құлшылық жасамайды. Енді сол екеуін құлшылығын салыстырсаңыз, үнемі нәпсісіне берілетін бар, шахуаты бар, шайтаны бар, өзінің жамандыққа беретін нәпсі бар айтып кеткендей. Сосын бағанағы қалауы бар, таңдау еркі бар. Соның құлшылығымен үнемі табиғаты жалпы құлшылық жасайтынмен екеуінің құлшылығы әлбетте тең емес та. Адам алейхиссалам жалпы топырақтан жаратылды ғой. Топырақтың арнайы бір түрінен бе, әлде жалпы топырақ деп келе ме? Бұл енді топырақ дегенде жердің әр жерінен әртүрлі топырақтан бір уыстан алынды деп айтады ғой. Жердің әр жерінен топырақтарынан бір уыстан алып келіп, сол жерде жабысқақ лайға жасады, лайдан адамның мүсінін жасады дейді. Ол мүсін күйінде тұрды дейді. Сол мүсін күйінде тұрған кезінің өзінде жаңағы ібіліс келіп не істейді ғой оны тексереді, соғып көреді. Өйткені ана жерде періштелер, жаңағы ібіліс бәрі қарап тұрды. Өйткені жаңадан келген нәрсе да бұл. Не үшін жаратылды? Ешкім білмейді не үшін екендігін. Өйткені жаңа Аллах тағаланың өзі жауабын айтпай кетті да ол жерде. Сендер білмейсіңдер. Өздері сияқты жыныстан емес. Өздері сияқты емес. Сендер білмейсіңдер, мен білем деді Аллах тағала. Оның ғибраты кейін келеді ғой енді. Және бір жағынан оларға да қызық та бұл қалай бұл адам жаратылып тұр мынандай нәрсе. Жаңа жынның ібілістің өзі келіп тексереді, ұрып көреді, соғып көреді, ішінің бос екендігін біледі деген сияқты. Бұдан қорықпаңдар. Егер Аллах тағала оны маған жаңағыдай не істеп, мені оған бағындырса, мен онда оған бағынбаймын, қарсы шығамын. Ал егер оны маған бағындырып қойса, мен оны жойып жіберемін деп айтады. Оны жойып жіберемін. Сол кезден бастап тәкаппарлық. Негізі сол жерде қызғаныштан ар жағы тәкаппарлыққа алып барады деген сияқты. Сондықтан бұл қызғаныш негізі түбі сондай да барады. Сақтану керек бұл нәрседен.
Сол одан кейін жаңа Аллах тағала соған Алланың қалауымен жан құяды адам алейхиссалам, басынан бастап аяғына дейін құяды. Сол сияқты біз білуіміз енді кинолардан көреміз ғой көбінесе жан бүйтіп аяқтан шығып қалады, көзі қарып қалады деген сияқты. Адамның аяғын жан шынымен де аяғынан шығады екен да, өйткені бірінші аяқ мұздайды ғой адам жаны шығып жатқан кезде. Одан кейін аяттарда да келтіреді, балтырлар бір-біріне байланады деп, жаны шығып жатқан қиналған кезде. Яғни аяқ жақтан бастап клеткалардан шыққан кезде қиын болады енді бұл нәрсе. Алла сақтасын. Сол енді бұл жерде қарайтын болсақ, адам алейхиссалам енді әртүрлі топырақтан жаратылған. Тіпті мен Мединада жүргенде бір енді ол білмеймін енді халық арасында өздерінің арасында танылған әңгіме шығар, бірақ айтқан әңгімесі жаңа таксиге мінгенде мына Мединаның айналасында тастар көп қой, домалақ үлкен тастар. Сонда сұрадым да, олар не тастар деген кезде, бұл кезінде адам алейхиссалам жаратылған кездегі тастар қалған топырақтарын осы жерге тастаған деген сияқты нәрселер бар да, өздерінің арасында әңгімелер. Енді бұл жерде аятта келеді ғой, Аллах тағала періштелерге сәжде қылуды бұйырады. Иә. Сол кезде барлық періштелер сәжде қылады ғой, бір немен. Иә, рух үрленгеннен кейін. Іблістен басқа. Не үшін ібліс бас тартады сәжде қылуды? Енді бұл жерде де жаңа қызғаныш ғой. Ол іблісті адам секілді жаратылыс болады ғой. Нәпсісі бар, таңдауы бар. Бұл жерде ол дейтін бұйрыққа қарап тұрған жоқ, жаңағындай өзінің қасында жаңа неге қарап тұр ғой, не үшін оған деген сияқты қылып. Ал бұйрық ол қаяқтан келіп тұрғанына мән беріп тұрған жоқ та. Ол бұйрық бір Алладан, Құдайдан екен деген ол қарап тұрған жоқ ол нәрсе. Ол жаңағы өзімнен әлсіз деп, жаңағындай өзінің дәрежесі төмен деп соған қарап бағынбай тұр да, мысалға неге. Бұл жерде бұл жерде сәжде қылу демек адамға бола ма? Сәжде деген сәжденің түрі қандай бұл жерде сонда? Құрмет сәждесі дейді. Сәжденің бәрі құлшылық деген сөз емес та. Яғни сәжде жасалса болды, оның барлығы құлшылық деген білдірмейді. Яғни бізде деген сәжде жасалса, ол тек қана құлшылық деген сияқты ойлап қалуы мүмкін да. Бірақ ол мысалы иілгеннің өзі бар ғой, мысалы сәлемдескенде ассалаумағалейкум деп. Иіліп дегенде рүкуқта айтып тұрған жоқ, жалпы бүйтіп. Басына иілсе, ол да бір иілудің түрі да. Ол жақта құлшылық жасадым деп айтылмайды ешкімге. Тура сол секілді сәждеде де алдыңғы қауымдарда, оның ішінде ана Адам ата заманы бар, періштелер бар, Юсуф пайғамбардың бауырлары бар жасаған. Олар сәлем сәждесі бар, құрмет сәждесі бар, мойындау деген бар, Аллах тағаланың бұйрығына бағанағы құлшылық ету деген бар. Яғни олар сәжде ету арқылы Адам атаға деген құрмет көрсету арқылы олар Аллаға құлшылық жасап жатыр да. Іблістің де құлшылық жасамауы, Аллаға құлшылық етпеу осы мәселеде туып тұр ғой. Неге? Адамды құрметтемеймін деп. Яғни Алланың бұйрығына, құлшылығына бағынбады. Мен мойындамаймын, құрметтемеймін оны деген секілді ше. Енді мысалы бізге пайғамбарымызды құрметтеу, пайғамбарға деген итағат ету міндеттеледі ғой. Кім мойындамаса, кім пайғамбар құрметтемейтін болса, ол да мысалы Құдай сақтасын діннен шығып кетеді да мысалы. Ол мысалы біліп тұрса да ше, пайғамбардың ібліс секілді мысалы ақиқат деген біліп тұрса да, ол да мысалы діннен шығады да. Тура сол секілді бір мәселе да ұқсасы. Енді сол бірінші мәселесі. Одан кейін бұл біздің бірақ нені білу керек та, біздің шариғатта бұл болады деген сөз емес та. Яғни бұл пайғамбарымыз Мұхаммад пайғамбардың шариғаты келгелі үмітіне басқаға сәжде қылу харам етілді ше. Тыйымға салынды. Ол енді жаңа тәкаппарлығы. Пайғамбардың заманына дейін ғой жалпы сәжде. Жаңа іблістің кибір деп айтады, тәкаппарлығы. Сонда тәкаппарлығы Алла сақтасын. Ғалымдардан не келеді ғой? Жалпы кез келген жасалып қойған, нәпсімен жасалып қойған күнәлар кешірілуі үміт етіледі. Кешірілуі мүмкін. Ал жаңа тәкаппарлықпен жасалған күнә кешірілмейді дейді да. Өйткені неге деген кезде екеуін салыстырады. Адам қателікпен, нәпсімен жасап қойды күнәсін. Енді алда айтамыз. Ал ібліс кибірмен, яғни тәкаппарлықпен жасамады да, бұл күнәға келді. Яғни күнәсі кешірілмеді осы нәрсемен деген сияқты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи хадис бар ғой, кімнің жүрегінде шаның тозаңдай тәкаппарлық болса, жәннатқа кірмейді деген. Енді шаның тозаңдай деген тәкаппарлық қандай тәкаппарлық болу керек та, ол жерде қарап отырсаңыз. Алла сақтасын. Иә, Алла сол тәкаппарлықтан сақтасын. Адам алейхиссалам жаратылды, оған рух үрленді, жәннатта тұрып жатыр. Өмір сүріп жатыр. Енді жәннат, біз баратын жәннат па? Ол ертең Алла қаласа. Пайғамбар саллаллаху хадисінде келеді, айтады ғой, жәннатқа ең бірінші мен болып кіремін деп. Бірақ мына жерде Адам алейхиссалам, іблістер уже жүр ғой ол жақта. Енді бұл жақта пайғамбарымыздың бірінші кірем деген ол қиямет деген мензеуі мүмкін. Оған қарамастан да, бірақ ғалымдар арасында да әртүрлі көзқарас бар. Қай жәннат деген? Сол шынында біз білетін жәннат па деген.
оған да бағана аяттан алады мысалы неді я адам скун анта ва заужикал джанната деп айтады. Адам, сен және жұбайың екеуін жәннатқа тұрыңдар дейді. Иә. Ускун деп әл жанна деп келеді, әл деп келеді, әлмен. Араб тілінде грамматикасында әл деп айтылса, онда айтушы мен естушінің арасында белгілі бір нәрсені айтып тұр. Ал бізге кім нені айтып тұр? Әл жанна деп енді соты ғалымдар біз білетін жәннатты бізге айтып тұр деген. Енді бұл бірақ ол да міндетті демейді, өйткені ол адам ата айтып тұр ғой әл жаннат. Мүмкін адам ата білген басқа бір жәннатта болған шығар. Сол нәрсе бар. Бірақ көпшілік ғалымдар бәрібір енді осыны да таңдау мүмкін. Бірақ оның ішінде келіспегендер мысалы бұл аспан әлеміндегі ол жәннат емес, біз білетін жәннат емес, мәңгілік жәннат емес, басқа жәннат деп айтқандар да бар. Оның ішінде имам Абу Ханифа, оның сахабалары, сахабат кім? Абу Юсуф, Мұхаммад деген секілділерді басқаны айтады. Неге? Өйткені ол жақта адам атаға міндеттеме берілді. Қандай? Жеме дегенше, мына ағашқа жолама деді. Тыйым. Бірінші тыйым болды. Екіншісі оған кіргізілді және шығарылды ше. Ал шығарылмайды ғой, мысалы біз білетін жәннат шыққан ондай нәрсе жоқ қой. Сосын ол жаққа шайтан да кіре алмайды. Шайтан ол жау болғаннан кейін барып кірді да. Түсіндіңіз бе? Яғни шайтан не істеп жүр оның ішінде деген сұрақ туады ше. Өйткені ол жақта аятта тұр ғой, шайтан айтты: оларға ант ішеді екеуіне, мен сендерге насихат айтушымын деп. Яғни насихат ондай болса таза тілмен айтып тұрды ол деген. Яғни ішінде деген сөз. Ішінде болды деген сөз да ол. Соған осы аятқа қарап ғалымдар айтады, значит шайтан ішінде болды деп айтады да. Енді ішінде болмаған деп айтатындар да бар, бірақ ішінде болды деп айтатындарға осы нәрсе бар да. Сонда қандай нәрсе болды бізде? Тыйым болды. Тыйым бар. Ол яғни міндеттеме бар. Біз кіретін жәннатта ондай нәрсе болмайды. Сөйтіп намазды оқу деп те міндеттелмейді ол жақта. Шығарылды деген. Шығарылды, шықпайды уақытын мысалы. Үшіншісі шайтан кірмейді оның ішіне. Осыған қарап ол жәннат бізге айтылған жәннат емес деп айтады. Соның ішінде тағы да екіге бөлінеді. Ол жарайды, ол жәннат болмаса аспанда ма, жерде ма деп. Өйткені тәпті бір ұстаздарымыз болатын, сирен өткен кезде жерде деп айтқан ше. Осы жерде де шынында бар екен ондай көзқарас. Жерде деп айтады, аспанда да айтады. Бірақ ол көбінесе ғалымдардың көзқарасында нені айтады? Аспан деп айтады. Неге деп ойлайсыздар? Неге түсті дейді, дәл айтыңыз да. Қаула биту деп айтады, түсіңдер деп айтады ше. Соны қарап аспанда дейді. Қысқа жауап осы ғой енді. Енді Адам алейхиссалам жаратылды топырақтан, және Аллах Тағала Хауа анамызды жаратты. Ол кісіні де топырақтан жаратты ма? Ол кісіні неден, Адам алейхиссаламның бір бөлшегінен, қабырғасынан қисық қабырғадан дейсің. Қисық қабырғаны жаратқан. Оны енді пайғамбар салам айтады, түзетемін десең сындырасың. Жіберіп қойсаң қисайып кете береді дейді. Осы жерде ғалымдарымыз айтады, мынау Хауа анамыз еттен жаратылған. Қисық қабырға ет қой. Адам алейхиссалам топырақтан. Мысалға байырғы уақытта біздің үйдегідей қазір тоңазытқышсыз, суытатын, ет сақтайтын нелер болмаған. Сол кезде жерді қазып, топырақта жаңа неде сақтаған. Дәл сол секілді әйел адамда қоғамда жалғыз өзі жүріп не істемейді, алға қарай ұмтылып дами алмайды. Ет жеке бір тұра беретін болса, не істейді, сасып, бөлініп кетеді. Сол үшін әрқашанда әйел адам жанында баптаушы. Өзінің ері болу керек, сақтаушы. Бір хикметтерім осы. Бір хикметтерін осы да. Енді бір жағынан жаратылысы жаңағы періштелер сұрайды ғой. Жаратылған кезде бұл кім деген Хауа деп айтады. Хауа деген жаңағы жаратылған нәрседен пайда болған. Және бір жағынан ол жаңа өте әдемі болған ол кісі. Мынау пайғамбар салам хадисінде келтіреді ғой. Хауа анадан кейін ең әдемі жаратылған Сара анамыз деп айтады ғой. Сара анамыз. Не үшін ең әдемі деген кезде, өйткені жәннатта онша емес нәрсе болмайды дейді. Жәннатта ең керемет нәрсе болады дейді жәннатта да. Сол жаңағы нәрсесі періштелердің де бір қызығып сұрауы, бұл кім? Және бір жағынан Адам алейхиссалам өзі де жаңа десек болады, жаратылған кезінде таңғалып деген сияқты. Енді шайтан бұл кісілерді қалай азғырады сонда? Ең бірінші Хауа анамыз азғырды дейді. Немесе Адам алейхиссаламды азғырды дейді. Мысалы, сол жалпы азғыру қалай болды? Немесе шайтан бір уәде берді ме оларға? Осы Аллах Тағала тыйым еткен жемістен жемеңдер деген кезде. Енді бұл жағы нақтысы Алла біледі, бірақ енді айтылатын сөздер бар. Бағана шайтан келіп бірінші Хауа анамызға келді, сосын оған содан бастады, сосын Хауа ана келіп Адам атаға айтты. Мынау шайтан деген аянда сөз бар ғой. Сен олардың деген мәңгілікке қалу жақсы көрген біліп, содан бастады әңгімелерін деп. Мүмкін бастаған да шығар, бірақ бұл жақта бір нәрсе бар. Көбінесе бұл жерде Хауа анаға тиілетін бір айыптар бар да. Оның барлығы негізі исраилиттерден алдыңғы кітап иелерінен келетін ақпараттар да. Ол бір нақты бір кескінді үкім жоқ бұл жерде. Хауа анамыз барып бірінші жетті деген.
ол егер айтатын болса ана хадиске сүйеніп бану исраилдің бірінші фитнасы, пайғамбардың сөзі бар, бірінші фитнасы бөлігі әйелдерден болды дегенге сүйенетін болса, ол да ешқандай дәлел емес та. Өйткені ол еврейлердің, яһудилердің бірінші бөлігі әйелден болуы, адам атаның бірінші бөлігі әйелден болды деген білдірмейді ше. Жалпы айтқан кезде бұл нақты бір кескіндік жоқ. Енді оқиғасы ұзақ. Бұл жерде олардың айтатындары барды адам атаға, сосын мен қазір жеймін, егер маған зиян бермесе сосын өзіңіз көріңіз дейді. Сосын адам ата ол жақта бана ұмытты дегені осы үкімді дұрыстап түсінбей ұмытты деп сөйтіп әртүрлі сөзбен айтып алып келеді айналдырып. Бірақ бұл бәрібір де нақты негізге сүйенбей айтылған айыптан гөрі телмеген жақсы да. Анамыз ғой Хауана деген. Қазіргі уақытта әйел кісілерді кінәлайтын кісілер де көп қой. Кезде сендер ана ол да бар. Осылай жеп қойған. Жәннатта отырып шықпас едік деген сияқты. Аллах тағаланың өзі де не істеп тұр ғой, оны жердің бетіне халифа деп басында айтты. Басында аятта айтып қойды. Бастағы мақсат жерге жіберілу керек болған нәрсе ғой негізінде. Бұл да бір хикмет шығар Аллах тағаланың. Сұрақта туады, мысалы олар деген күнәмен шығарылды ма деген сияқты ше, мысалы. Ол күнәмен де шығарылды деп айтпайды да. Өйткені адам ата тәубе етеді. Бана ағаш жеп қойғаннан кейін бірден тәубе етеді ғой. Бірден тәубе етеді. Ал оның күнәсін кешіреді. Кейін енді бана әзәлі хикмет бар ғой, бана айтылып кеткен аяттағы мысалы мен жерде халифа жасаймын деді. Сол себеп болды да енді. Себеп болған шығар мысалы ше шығуларына. Міндетті бәрібір шығатын еді. Себептердің бірі болды. Бірақ ол күнәлар үшін шықты деп айтылмайды да. Алла оларды кешірді. Ондай оқиға бар ғой. Білесіздер мысалы Муса пайғамбарда ана адамды өлтіріп қойды байқамай. Сол кезде не деп айтады? Робби инни заламту нафси фағфирли. Сосын аят Аллахым мен өзіме зұлымдық еттім, кешір дейді. Сосын аяттың ағатын фағфар, Аллах сөйтіп бірден кешіріп жіберді дейді ше. Бірақ ары және бүліктер пайда болып қаладан шығып кетті, Мадиянға барды, кәдімгідей шаршап кеткен. Ол Алла кешірмейді деген сөз емес қой. Ол міндет бәрібір шығу керек болды да қаладан. Алланың тағдыры да. Ол жақта енді өйткені жаңағы несі бар, жұбайын кездестіретін тағдыры бар. Шағиб алейхиссалам кейін пайғамбар болып келеді мысалы ше. Ол бұдан түсінетініміз демек бір сынақ берсе оның артында бір жақсылық келейін деп тұрғанның белгісі ғой. Мысалы кейбір кісілер жұмыстан шығып кетеді. Болды, мен соңғы өмірім осы еді, болды, мен ешқандай нем жоқ деп мысалы. Мүмкін Аллах тағала оны жақсы бір нәрсеге дайындап жатқан шығар деген. Аят бар ғой, фаинна мал усри юсра. Бір қиыншылықпен бірге жүреді. Жеңілдікте бізге осы бір сабақ болады ғой негізінде. Негізі бұл ғибрат та. Бағана айтып кетті ғой мысалы. Пайғамбардың оқиғаларында бір ғибрат бар. Басына келген проблеманың бәрі жамандықтан сөз емес. Мысалы кешірім сұрадым ба? Болды, бастысы мен кешірім сұрадым. Ары қарай бірдеңе болса, значит, Аллах тағала бірдеңе шешіп қойды. Ол ана адамға шайтан келіп сыбырлауы мүмкін да, көрдің ба, сен кешірген жоқ деп сөйтіп, адамды үмітсіздікке ұшыруы мүмкін. Сол үшін айтады, үмітсіздік неден деп айтады? Шайтаннан деп айтады да. Үмітсіз шайтан деп. Ол ондайға адам бармау керек та. Адам кешірім сұрадым, болды, Аллах кешірімді деп соны бекіту керек. Алла жайлы жақсы ойда болу керек. Ары қарай болса, Аллах тағала бір шешім береді деп. Енді мына жерде бір не келіп тұр? Жеміске қатысты. Бұна жемісті жеме деп тыйым қойды ғой. Сол жеміс алма дейді. Кейбір жаңа айфонның артында тістелген алма дейді мысалға. Сол қандай жеміс? Бидай дейді, біреу жүзім дейді. Енді бұл жерде әртүрлі көзқарас айтылады, сөздер айтылады. Біріншісінде бағанағы не бар? Жүзім деп айтады. Кейбірлері бидай деп айтады. Сосын Аллах тағала Алла адамды кешірген кезде осы бидайды олардың азығы етіп қойды деп айтады. Немесе оның ішінде тиін деп айтады, инжир деп. Жалпы оның ішінде ғалымдар бар, ішінде мысалы Ибн Араби рахимахулла. Бұны ешқайсысында бір нақты бір бекітілетін нәрсе жоқ деді. Бізге білу керек болған нәрсе жалпы адам атаға бір арнайы бір ағаштан, жемістен жеме деп әмір етілген. Соған қарамастан бір хикметіне сай Алланың ұмытып Құранда айтқандай фанасия уәләм наджид лаху азма, біз одан шынайы бір ұйғару ниетті таппадық деп айтады Аллах тағала. Жеп қойды. Етіп енді мәселе болған деп қабылдаймыз дейді. Енді бұл жерде сонда Адам алейхиссалам Алланың әміріне қарсы шығып тұр ма? Жемісті жеме деді ғой. Аятта айтып тұрсыз ғой, егер жейтін болсаңдар залымдардан боласыңдар деген, фатакуна миназ залимин деген. Бұл әдемі сұрақ қойдыңызшы. Бұл жерде де арнайы осы ақида пәнінде де айтып өтеді, пайғамбарлар күнә жасай ма жасамай ма деген. Олардың осы нәрсені білу керек. Масым болды күнәдан ол кісі. Олар мысалы күнәдан таза да, күнә жасамайды пайғамбарлар. Енді осы жерде ғалымдар не істейді? Жорамал дейді. Оның ең танымалы ұмытты деген сөз. Оны Аллах тағала өзі Құранда ашық айтады, ол ұмытты деп ше. Одан біз нақты бір нәрсе таппадық. Енді ұмытты деген сөздің өзіне де ғалымдар әртүрлі нәрсе айтылады. Оның ең дұрысы қандай? Сол бағанағы тыйымды ұмытты ғой.
енді не үшін енді ол күнә ұмыту дегенде жатпайды ғой. Мысалы ұмытып біз ораза жеп қойдық мысалы, ол күнә емес қой мысалы дейді. Өйткені пайғамбарлар олар үнемі ояу жүру керек, олар үнемі сақтанып жүру керек, олар деген Алланы жақынырақ таныған, олардан талап етілетін нәрсе көп та. Сол үшін андай бір сөз бар ғой, естіпедіңіздер, ізгі адамның жасаған жақсылығы жақының үшін ол жаман нәрсе деп. Мысалы пәленше бір оқиға болып қалды сізде, сосын тұрады да, ал осы бірыңғай группаласыңыз хабарласады, осындай оқиға болып қалған, Алла жеңілдігін берсін бе деген сияқты қуанып қаласыз да, бірақ торып ең жақын досыңыз осындай болып қалды, Алла жеңілдігін берсін десе, қуасың ба, кесейші деп айтасың ғой, мысалы ренжисің, саған не істеп жүрсің, кимейсің бе, қашып жүрсің деп айтасың ғой. Туған бауырыңызды осындай болып қалды десе, не істеп жүрсің, кимейсің бе, қайтсайшы деп айтасың да оған. Яғни ол жақын үшін ол жаман нәрсе да. Бірақ алыс адам үшін қуанып қаласың, Алла разы болсын, андап айтты маған деп хабарласты деп. Сол секілді мысалы пайғамбарлар ол Алланың жақын құлдары да. Енді сол үшін де бір күнә ретінде қаралды деп айтылды. Әйтпесе ол бір күнә да емес та негізі. Сөйтіп айтады, кейбіреулер айтады енді бағанағы бір мәндүп деп ойлап қалып бүйтіп қалды, оның бәрі енді әрқайсысына жеке жауаптар бар. Басым бөлігі Аллаху тағала алам, Алла дұрыс біледі, осы болу керек ше. Ұмытты. Жоқ, лағнет шайтан жәннаттан қуылды, иә? Жәннаттан қуылғаннан кейін ол енді Адам алейхиссалам мен Хауаны қалай азғырады жәннатта? Ол жәннаттың сыртында. Ана кісілер ішінде жәннаттың. Азғыру үшін адаммен бетпе-бет отыру керек қой. Мысалы мен Өнереке жүріңіз бір жаққа барайық деп көндіру үшін. Ана жейік деген сияқты. Қулуының өзі негізі анау басында сәждеге келіп тіреледі ғой. Сәжде етпеген үшін Аллах тағала оны әміріне қарсы шыққан үшін жәннаттан шығарып жіберді, қуып жіберді. Бірақ бұл жерде де шайтан не уәде алады ғой, мәңгілік өмірді сұрайды. Одан кейін адамды азғыратын, одан кейін ұрпақтарын бәрін азғыратындығын үзір сұрайды. Сол жерде Аллах тағаладан үзір сұрайды. Сол Аллах тағала оған мүмкіндік береді, жақсы. Бірақ кешірім тілеп келгендерін ол Аллах тағала кешіретіндігін айтады. Ықыластыларын азғыра алмайтындар, сол нәрседе айтылады да. Енді содан кейін де бір жағынан ол жәннатқа кеп жаңағы енді не істеп тұр ғой, азғырып тұр ғой адамды. Енді бұл жерде жаңа не сияқты бірнеше несі бар деп айтылып отыр. Сыртынан келіп азғыруы мүмкін, немесе жаңағындай енді бірнеше көзқарас бар деген сияқты. Жаңа жыланның кейпінде келіп азғырды деген сияқты нәрселер бар да бұл жерде. Кейбіреу жәннаттың есігінің сыртынан тұрып азғырды дейді мысалы. Айқайлап. Енді бұл жақта соған қатысты аяттар бар ғой, мысалы. Ана ішінде болды дегенге мысалы дәлел ретінде айтатын болсақ, айтты ғой мысалы қуылды. Енді нақты сұрақ туады да, сосын аятта не деп тұр? Уақасамахума инни лакума ламинан насихин. Оларға екеуіне ант ішеді. Мен сендерге насихат айтып тұрмын деп. Аятта өйстіп келіп тұр. Ол бір жерде қуылып кетті, қуылдырылды. Енді қалай мынау екеуін? Дегенде нақты онда кірді деген сөз шығады да. Соны бағанағы айтпақшы, мынау кейбір ғалымдардың сөздерінде келеді ғой, бүкіліне ұсынады, сосын ол шайтан жыланға рұқсат беріп кіргізеді. Солай болды ма, Құдай біледі қалай кіргені. Жалпы ішінде болды деген пікірге жақында осы аятқа қарасаңыз, ол кірді де қайтып. Соған қатысты мына аят біздің сөзіміз, арттағы сөзімізге келеді. Ол значит бізге айтылған жәннат емес деген ше. Яғни ол қалай кіріп кетті оған шайтан деген, шығарылып қалай кірді деген сөз туады. Енді екіншіде айтатын сөздер бар. Ол деген өзінің шайтания дейді ғой, өзінің қуаты болды деп ше. Азғыратын, алыстан азғыратын бір нәрсесі болды. Мүмкін уәсваспен айтты ма бағана, мен сендерге насихат еттім деп. Енді дұрысын Алла біледі. Жақыны өз басыма не болып көрініп тұр бағана. Шынайы кіріп, тікелей тілдесу. Көндіріп неге қажет бар? Мен сендерге ант ішіп тұрмын деп ше. Енді мына жерде жаңағы лағнет шайтан қияметке дейін Аллах тағаладан үзір сұрайды ғой. Сенің құдіретіңді мойындадым. Раббым, мысалы енді маған қияметке дейін не бер дейді? Сенің құлдарыңды азғыруға мүмкіндік бер дейді. Аллах тағала береді. Бірақ менің ықыласы болған құлдарымды азғырмайды. Сонда ғалымдарымыз айтады осы жерде лағнет шайтан күнәға азғырмайды дейді. Шүкірсіз болуға азғырады. Яғни Құдай тағала беріп жатыр. Мысалы Аллах тағала маған менде жоқ. Шүкірсіз адамның сөзі менде жоқ. Неге бұлай? Неге болмай жатыр, неге бүйтпей жатыр, неге сөйтпей жатыр деген секілді налый беру. Сонда ғалымдарымыз айтады ғой, міне ол лағнет шайтанның құралы болып жүр дейді. Наразылық көрсетеді. Наразылық қылып жүр, шүкірсіз. Алдынан, артынан, оңынан, солынан келемін деп айтады, соны ана бір ұстазымыз айтады. Оңынан келу деген нәрсесін күнәлі істі сауап қылып көрсетеді дейді. Енді жалпы Адам мен Хауа анамызды азғырады лағнет шайтан. Азғырғаннан кейін ол кісілер жер бетіне жіберіледі ғой. Жер бетіне жіберілгенге дейін тәубе қыла ма? Ол кісілер тәубесі қалай болды жалпы? Или сол жәннатта тәубе қыла ма? Енді бұл жерде сол бағана
адам ата ол айтып кеттік қой, біз одан шынайы бір ниет ұйғарудан таппадық дейді. Яғни ол әдейі жасаған жоқ та. Пайғамбарға телінетін нәрсе емес та, ол бірден не істейді, кешірім сұрайды. Міндетті түрде ол не істейді, солай жасағанды жерде тәубе етеді. Енді бірақ тәубе еткен өзінде де Аллах тағаладан үйретумен болады. Өйткені не дейді? Адам Раббысынан сөздер алды дейді, вахи арқылы сөздер алды, сөйтіп тәубе етіп, Аллах тағала тәубе етуші кешірімші деді. Яғни қандай сөз десе, ана дұға бар ғой, үйленгісі келетінге айту керек деген. Раббана заламна анфусана ва иллам тагфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин деген осы дұғаны айту керек дейді. Қалай? Мағынасы. Астына жазып қою керек еді ме? Жеңіл болсын, ол кісілер іздеп, жаңағы арабшасын тапты. Комментарияға фильмдерде бірінші бекітіп қоймыз деп па. Жалпы үйленгісі келіп жүрген кісілерге негізде тәубе қылу керек қой. Истихбар тәубені көп айтса, иншалла таппай жүрген жұптарын, ризық артады ғой. Ризықтары артып, таппай жүрген жұптарын тауып кетеді деген. Иншалла ықтималдылығы көп дейді да. Біреулер осы айтып мен үйленбедім ғой деп жүрмесін, ренжіп. Тіпті жалпы салаф солихтардан келетін сөздерде айтылады ғой. Жалпы біреу күнә жасаса, қандай кешірім айтады десе, осы атасының кешірімін айтсын дейді. Атасының кешірім дегенде Аллахтың өзі үйреткен кешірімі ғой бағанағы. Қандай Раббымыз Алла біз өзімізге зұлымдық қылдық, егер біз кешірмесең, мейірім қылмасаң, онда біз шығынға ұшырағандардан боламыз деген сөзді айтсын дейді. Одан бөлек тура осыған ұқсайтын сөздер бар негізі пайғамбарлардан. Кішкене бір қателесіп қалған жерлерде, мысалы Юнус алейхиссалам әжесі жоқ, қателесті да, ол басқалай түсінді. Сол кезінде қандай айтады? Ла илаха илля ант, сенен басқа құдай жоқ. Субханак, сен пәксің. Сосын дейді, ла илаха илля ант субханак инни кунту миназ залимин. Мен өзіме зұлымдық етмейді. Адам ата не деді? Біз өзімізге зұлымдық қылдық. Тура солай бағана Муса алейхиссаламда айттық. Ол не деді? Аллахым, мен зұлымдық еттім, мен кешіре көр дейді. Жалпы былай қараған кезде қателіктер өзімізге келетін зұлымдықтар екен. Өзіміз жасап жатырмыз. Олар былай қарасаң күнә емес та. Қателескендеріне зұлымдық ет дейді. Бізге әнде айту керекпіз ғой. Пайғамбарымыз Адам алейхиссаламның ұрпағын тарау қалай болады? Мысалы, ол қыз, мысалы, бір ұлын бір қызына, бір қызын бір ұлына үйлендіріп деген секілді. Енді жаңа не істеді ғой? Жеме деген нәрсені жеп, ұмытып жеп қойды. Содан кейін жерге түсірілді. Себеп болып. Себеп болып. Одан жерге түскен кезінде де ол кісілер енді кейде жаңа нелер болады, екі жаққа түсірілгенде бөлек-бөлек. Біреуі мысалға Үндістанға, біреуі жаңа Жидда қаласына деген нәрсе бар. Жидда енді не үшін деген кезде әже деген енді арабша аударған кезде сондай мағына келеді ғой. Енді сол аты қаланың соған байланысты қойған. Жаддатын деген келеді. Енді әже деген қаласынан жоқ қоймай ғой. Арабшасындағы. Қазақшадан деп отыр. Қалайыңа шығарып деп қойып. Қаланың атауы қандай ғой. Сонымен енді екеуі жердің бетінде бір-бірін іздеп тапқан кезде жаңағы Арафа жазғанда, Рахман жазғанда Арафа деген бір-бірін тану, білу деген нәрсе. Сол жерде енді үлкен қажылықтың бір бөлігі сол жерде орындалады. Сол жерде бір-бірін кездестіреді. Одан кейін Адам алейхиссалам мен жаңа Хауана екеуі ұрпақтар тарайды деп енді келтіріледі. Ұрпақтар тарағанның өзінде де оларда 40 ұрпақ тарайды. 20 егіз болады. Бір ұл, бір қыздан. Барлық егіздері. Бір ұл, бір қыздан. Сөйтіп алғашқы қоғам сол кезде солай тарап қалыптаса бастайды. Енді ол жерде барлығымыз білетін Абыл мен Қабылдың оқиғасы, бұл да осы ең үлкен балаларынан олар. Сол кезде енді оларға берілген нәрсе бірінің қызын біреу алу керек та, мысалы. Қарындастарын. Мынаның өзінің егізіне үйленуге болмайды деген нәрсе тыйым. Бірақ та енді ол жерде жаңағыдай не қызғаныш болып қалады. Барлық нәрсе қарап отырсақ, мысалы, лағнет шайтанда да қызғаныш, мына жерде қызғаныш, жалпы қызғаныштан барып осындай бір қателіктер пайда болады екен ғой. Сол кезде қызғанып өзінің егізін жаңағы үйлендіруге өзінің бауырына қарсы. Халима ма? Ол оған жаңа үйленуіне қарсы болып, екеуі жаңа Адам алейхиссалам оларға мынандай нәрсе береді да, тапсырма. Екеуің Алла үшін не беріңдер? Құрбандық беріңдер. Кімнің құрбандығын Алла қабыл етеді, соның жаңағыдай таңдауына көшеміз. Ерік береміз. Ерік береміз. Жаңағы Қабыл өзі егістікпен айналысқан. Ал Абыл болса жаңағы немен, мал шаруашылығымен. Мал шаруашылығын негізі қатты адам басқара алмайды дейді. Ол нәрсені пайғамбарлардың өзі жұмсақ болуы, мінезінің сондай не болуы, осы жануарларға мейірімділік көрсетіп барып, пайғамбар айтқан, менің бауырларым бәрі пайғамбарлар қой баққан.
мысалы солардың барлығы жаңа дайындау ғой. Жануарға адам жұмсақ болады, мысалы адамға одан да жұмсақ болады да. Өйткені жануар қайда, адам қайда, екеуінің дәрежесі екі. Яғни Абыл болса сондай мейірбан, сондай адам болған. Сол жаңағы өзінің ең семіз болған жаңағы несінен алып келеді да Аллаға құрбандық ретінде қояды. Ал енді Қабыл болса келеді да өзінің ең жаңағыдай нашарларынан сондай нелерінен әкеліп қояды. Енді ол кездегі қабыл болуының себебі берген құрбандығының соның үстіне от түсуі немесе жаңа найзағай түсуі деген сияқты нәрселер болған екен да. Сонымен жоқ болып кетеді. Ол Муса алейхиссалам кезінде де болған екен да ол нәрсе. Мысалға олжа алып келеді, соны Алла жолында жібереді. Егер ол жер жоқ болып кетпесе, ол жаңағы олжа бірдеңе жеңілгенде ол жерде жаңағыдай айламен немесе ұрлықпен алынған нәрселер бар деген сияқты. Сол сияқты ең алдыңғы ненің өзі. Демек қабыл болмаған ол нәрсе. Иә, бірдеңе кемшілік бар деген сөз ғой. Ишкали бар. Сөйтіп сол жерде енді Абылдың несі орындалу керек болады ол жерде. Абылдың берген садақасы, құрбандығы қабыл болады. Сонымен ол жерде анау көре алмай өзінің бауырын өлтіреді. Ең бірінші дүние жүзінде қылмыс, күнә сол кезде басталады. Ең үлкен күнә адам өлтіру. Ол жерде де енді бір-бірімен төбелесу емес, ұйықтап жатқан кезінде дейді. Ұйықтап жатқанда келіп таспен ұрып, сондай нәрсемен болған екен да. Бағана ойлап отырмын да. Ана жұмсақтыққа үйретеді деп ше. Кейде біздің қоғамға надо керек пе деп ше, үйренетін адамға ше. Қой бағып үйрену керек деп ше. Ол жерден бізде уақытта бытовой ұрылыс қырылыс деген көбейіп кетті дейді ғой. Онда бір семинар өткізіп қой бақтыру керек сияқты ше. Ертең көресің пайдасын деп. Жақсы, қылмыс жасап бауырын өлтіріп қойды. Сосын оны жерлеу рәсімі қалай болған сонда? Оларға енді Аллах ең бірінші жаназа болайын деп жатыр ғой бұл жерде, жерлеу деген секілді. Ол жерде жаназа мен жаңағы кебіндеу деген мәселені періштелер Адам алейхиссалам балдарына үйретеді. Ал бұл жерде жаңағы Аллах Тағала екі қарға жіберу арқылы адамның жерге тапсырылу керектігін көрсетеді ғой. Жерге қойылу керектігін. Бір қарға келіп, жаңа екінші қарғаны жаңағыдай өлтіріп, жаңа жерді қазып, сол жерге көміп кетеді. Соны көрген екен, анау өзі қорқады. Өзінің енді бірінші рет ол өлім болып тұр, екінші жағынан өзінің бауыры. Мен не істеп қойдым деп қорқып. Сол жерге жер қазып, сол жерге көміп кетеді. Сол кезде қабыл тәубе қыла ма? Құдай біледі, бір шетінен ол кетіп қалды ғой. Егер тәубе етсе, енді мына нәрсені айтады да, бірақ бұл күнә жасағанымен бұлар ешқашан таухидтан бет бұрмаған. Сол бар, иә. Аллаға деген сенімі кетпеген, бірақ күнә істейтін болған. Аллаға деген сенімі мүлде кетпеген олардың. Кейін екінші нәрсе бар ғой. Пайғамбардың хадисі бар. Ол күнәуде тәубе деп ше. Енді мен нақты білмеймін бұл. Соны оның сол бұл жерде ортадан тұрмай кетіп қалуының өзі бір тәубе болып есептелмей ме екен? Бір жағынан ол тағы да ары қарай тиімді одан сайын кете берді де, тыйымға қарамай. Негізі оған болмайтын еді ол үйлену. Бірақ сонда да өзінің егізін сыңарын алып кетіп қалды. Бөлек басқа жаққа. Ол жерде қалған жоқ. Сөйтіп өздері бөлек ұрпақтар жарғату деген бар ғой. Иә, ол бірақ кетіп қалды да барып өзімен өзі өмір сүріп кетті, ары қарай өздері көбейді, ұрпақтар жалғасты деген сияқты. Ал мына жақта енді жаңа Адам алейхиссаламның балалары қалды. Қосарыңыз жоқ па? Онда Адам алейхиссаламның дүниеден өтуі жалпы қалай болған? Жұма күні деп айтылады. Аллах бәрі жұма дейді. Жұмаға жәннатқа кірді, жәннаттан шығарылды. Жұма күні не істеп дүниеден өтті. Енді жұма күні дүниеден қайтты дейді. Аллах ол кісінің мейірімін алсын, ол кісіні біздің атымыздан көптеген салауат сәлемет жолдасын Аллах Тағала ол кісіге. Біздің пайғамбарымызға және адам атаға. Енді періштелер келеді арнайы, жәннаттан кебіндер алып келеді деген мәселе. Сөйтіп үйретті дейді. Сондай мәселелер болады ғой иншалла. Одан кейін енді артына Шейіс алейхиссалам қалады. Одан кейін Шейіс алейхиссалам ісін жалғастырады. Енді анықтарда мәселе нақты бар ма жоқ па онда. Бұл жерде Адам алейхиссаламға жаназа оқылған ба? Или алынды балаларына періштелерге үйретеді. Қалай не істеу керек, адам шығарылу керек, қалай кебінделеді, қалай жуындырылады. Солардың бәрін үйретіп кетеді ғой сол жерде көрсетіп. Өйткені енді ол бұрын ондай нәрсе болып көрмеген. Сол нәрсені үйретіп кетеді. Енді Адам алейхиссалам өзі өмірінде өзінен кейін келетін пайғамбарды, негізі ол адамдар пайғамбарларды адам таңдап алмайды ғой, Аллах Тағала өзі таңдап алады пайғамбарларды. Бірақ сонда да жаңағы бір септігін тигізеді. Адам алейхиссалам, мысалы Шейіс алейхиссалам одан кейін келетінге үйретеді, ілімді үйретіп кеткен, жеткізіп көрсетіп қалай болады, не болады деген сияқты. Бір жағынан екінші келетін мысалы 6-шы ұрпақ болып келетін Идрис алейхиссалам, жаңағы не Адам мен Шейістен кейінгі келген пайғамбар Идрис деген нәрселер бар ғой, сөздер. Сонда Идрис алейхиссаламның өзі
адам алейхисалам дүниеден өтпей тұрып 120 жыл бұрын дүниеге келген да. Ол кісінің өзі адам алейхисалам көріп кеткен. Жаңағыдай ол да бір жағынан тәрбиесін, тәлімін алып кеткен да. Адам алейхиссаламның өмірінен, қиссасынан біздер алатын ғибрат. Енді ғибрат бұл жерде қателік жасалса да бірден артынан тәубе ету керек. Қателік, атамыз қателесті, біз де қателесе берушіміз деп жүре беруге болмайды. Бірден тәубе етіп, қателігін мойындап, бірден Аллаға қайту керек қой. Не болса да. Тағы да маңызды бір нәрсе бар. Аллах тағала көрсеткісі келгені осы оқиғадан. Іблістің шынайы адамға келтіретін зияны ше, үлкен жау екені. Соған қатысты бізде бірақ қана қорған бір, Алладан қорғаныс қана сұрады дұғамен ғана. Олай болса, бұл дұғаларды тастамау керек та. Өйткені адам атан пайғамбар болмасына қалай зиян тисе, ол қарапайым бізге әлсіз болған құлдарға пайғамбарлық емес, одан да зияны көп та. Алла сақтасын, мысалы мәңгілік жаннатқа кіре алмайтындай дәрежеге жеткізуі мүмкін. Сол үшін Алладан аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп күнделікті біз зікірімізге қосып қою керек деп ойлаймын ғибрат мәселесінде. Жалпы қысқа ғана түсінгеніміз, бір қателік істесек бірден тәубе қылуымыз керек. Және лағнет шайтан адам баласына, адам ұрпағына қашты дұшпан екендігі. Және қызғаныш деген нәрсені контроль реттей отыру керек екен. Және тәкаппарлықтың зияны, мысалы іблісті не үшін шығарды, ібліске не зиян болды, неге ібліс қылды деген сияқты. Тәкаппарлыққа бой алдырмау. Кішіпейіл болу ғой. Қарапайым болу. Адам алейхиссаламның жолын ары қарай жалғастырған Шиис алейхиссалам, одан кейін Идрис. Келесі подкасттарымызда Алла қаласа осы пайғамбарлық жайында сөз қозғайтын боламыз. Алла разы болсын. Баршаңызға рахмет. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.